Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 16 маусымы сейсенбі және әлемдік қаржы нарықтары апта ғана емес, бүкіл маусым айының ең маңызды оқиғаларының біріне дайындалуда. Инвесторлардың басты назары ақш Федералдық резервтік жүйесінің 16-17 маусымы күндері өтетін отырысына аударылған. Бұл жаңа ФРЖ төрағасы Кевин Уорштың ресми отырысы болмақ, және нарықтар оның болашақ ақша несие саясатына қатысты сигналдарын мұқият күтуде. Соңғы бірінші күнде нарықтағы көңіл-күй айтарлықтай өзгерді. Маусым айының басында инвесторлар негізінен геосаяси тәуекелдерге назар аударса, қазір басты тақырып қайтадан пайыздық мөлшерлемелерге, инфляцияға және әлемдік экономикасының болашағына ауысуда. Дәл қазір мінекей біздің экрандарымызда біз көріп отқандай жалпы есебімен пайыздық мөлшерлемелерге қатысты ақпарат Аустралия елінде, онымен қатар дәл сол пайыздық мөлшерлемелер жарияланған соң Аустралияның орталық банкінің төрағасы кішігірім пресс-конференция өткізгенін білеміз. Сонымен қатар дәл сондай жағдай қазір бізде Жапония банкында өтіп жатыр, және де жаңа интервенциялар туралы талқылаулар жалғасуда. Әрмен қарай еуро аймақта және Америка құрама штаттарында да өте маңызды жаңалықтар жарияланатыны бізге мәлім, және әрмен қарай асықпай енді индекстарға да көшейік. Алдымен америкалық доллардан бастайтын боламыз. DXY доллар индексі соңғы 10 күндегі ең төмен деңгейлердің маңында саудалануда. Бұған тәуекелге деген тәбеттің біршама артуы және таяу шығыстағы жағдайдың салыстырмалы түрде тұрақтануы әсер етті. Дегенмен доллардың әлсіреуі әзірге шектеулі болып жатыр. Өйткені инвесторлар ФРЖ тарапынан қатаң риторика естілуі мүмкін деп күтуде. Нарық қатысушыларының басты сұрағы ФРЖ мөлшерлемелерді өзгеріс қалдырған жағдайда қандай сигнал береді. Кейбір сарапшылардың пікірінше реттеуші мөлшерлемені сақтап қалса да, инфляция тәуекелдері туралы қатаң мәлімдемелер жасауы мүмкін. Мұндай жағдайда доллар қайтадан қолдау алуы ықтимал деп санайды екен. Сондықтан енді әрмен қарай көре отырайық қандай жағдайлар орын алатынын. Бірақ қысқа мерзімді перспективалар туралы талқылайтын болсақ, мінекей доллар сәл әзірге енді баяу темпті көрсетеді деген ой пікірлер бар. Сондықтан әрмен қарай көреміз. Еуро-доллар туралы жалпы тақырыпты қозғайтын болсақ, еуро бүгін қалыпты өсім көрсетуде. Еуро-доллар жұбы соңғы күндері доллардың әлсіреуін пайда көріп отыр. Әлсіреуінен, нақтырақ айта кететін болсақ, әлсіреуінен пайда көріп отыр. Сонымен қатар Еуропалық орталық банктың президенті Кристин Лагард инфляциялық қысымның толық жойылмағанын және реттеуші баға тұрақтылығына басым беруді жалғастыратынын мәлімдеді. Бұл еуроға белгілі бір қолдау көрсетуде. Сондықтан көреміз енді қандай оқиғалар орын алатынын, және бұл валютаға деген қолдау әрмен қарай жалғасуы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Және тамашалайық жағдайдың қалай болатынын, және келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де Ұлыбританиялық фунт екенін есте сақтайық. Британ фунты да жалпы тұрақты күйде қалып отыр. Нарық қатысушылары осы аптада өтетін Англия банкының отырысын күтуде. Көптеген экономистер мөлшерлемелерге өзгеріссіз қалады деп болжап отыр. Ұлыбританиядағы инфляция әлде орталық банктың мақсатты деңгейінен жоғары болғандықтан реттеуші сақтық танытуы мүмкін. Сондықтан енді Ұлыбританиялық фунтпен болған жағдайда да біз сіздермен бірге мұқият талқылаймыз. Бірақ жалпы есебімен айтқанда енді оның жағдайы еуроға өте қатты ұқсас екенін көріп отырмыз. Мұнай нарығында жалпы жағдай туралы айтсақ, ол жерде барлығы де түбегейлі өзгерді. Өткен аптада геосаяси тәуекелдердің аясында мұнай бағасы көтерілсе, соңғы күндері инвесторлар жеткізілімдерге қатысты алаңдаушылықтың төмендеуін бағалауда. Нәтижесінде WTI маркалы мұнай қысымға ұшырап айтарлықтай төмендеді. Кейін нарық техникалық қалпына келуді көрсеткенімен құбылмалық жоғары деңгейде сақталуда. Бір қатар жалпы сарапшылар Ормуз бұғасы арқылы мұнай тасымалының тұрақтануы энергия бағасының әрі қарай өсуін шектеуі мүмкін деп есептейді. Алайда нарық қатысушылары әзірге геосаяси тәуекелдердің толық жойылғанына сенімді емес. Дәл осы жұма күні бізде жалпы есебімен келіссөз талқылаулар басталатынын көреміз. Бірақ ол талқылаулар басталғанға дейін менің ойымша жалпы баға төменге аттана береді деген ой
пікірлер бар. Жапон иенасы да тағы да инвесторлардың назарында. Бүгін Жапония банкі мөлшерлемені соңғы 10 жылдықтағы ең жоғары деңгейлерінің біріне көтергеніне қарамастан иена айтарлықтай нығая алмады. Сарапшылар мұны ақш пен Жапония арасындағы мөлшерлемелер айырмашылығының әлде өте жоғары болуымен түсіндіруде. Сонымен қатар Жапония банкі төрағасының орынбасары Синичи Учида жақын арада сөз сөйлейді деп күтілуде. Сондықтан инвесторлар оның мәлімдемелерін болашақ саясатқа қатысты қосымша сигналдар іздейтін болады. Әзірге бірақ жағдай өте бір тұрақсыз, тек қана қысқа мерзімдегі болжамдар жасауға болады. Сондықтан енді бұл жағдайды да мұқият қадағалаймыз. Канадалық доллар мұнай бағасының құлдырауынан қысым көруде. Әдетте мұнайдың арзандауы канадалық валюта үшін теріс фактор болып саналады. Сондықтан канадалық доллар мен америкалық доллар жұбы мұнай динамикасына және алдағы ФРЖ шешімдеріне ерекше сезімтал болып отыр. Көреміз енді қандай жағдайлар орын алатынын. Әзірге канадалық доллар сәл әлсіздеу көрініп жатқаны сөзсіз анық біз үшін. Сондықтан бұл жағдай әрмен қарай жалғасады деген ой пікірлерде бар. Алтын туралы жалпы тақырыпты қозғайтын болсақ, алтын нарығында да қызықты жағдай қалыптасуда. Соңғы күндері алтын бағасы тұрақтанып, инвесторлар ФРЖ отырысын күтуде. Егер реттеуші мөлшерлемелерін ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақталатынын меңзесе, бұл алтын үшін қысым фактор болуы мүмкін. Ал егер ФРЖ экономикадағы тәуекелдерге көбірек назар аударса, қорғаныс активтеріне деген қызығушылық қайта артуы ықтимал. Қор нарықтарына көңіл-күй біршама, қор нарықтарында жалпы көңіл-күй біршама жақсарды, бірақ алтын туралы тақырыпты айтып өтетін болсақ, әрмен қарай өсуі әбден ықтимал. Бұл жалпы металдың. Қор нарықтары туралы айта кететін болсақ, мұнай бағасының төмендеуі инфляциялық қысымды азайтуы мүмкін деген үміт инвесторларды қолдап отыр. Технологиялық компаниялардың акциялары тағы да өсім жалпы көш басшыларына қатарына шықты. Дегенмен көптеген ірі қорлар мен институционалдық инвесторлар ФРЖ шешімі жарияланғанға дейін белсенді әрекеттерден бас тартуда. Саяси жаңалықтарға келсек, соңғы күндері ақш әкімшілігі әлемдік сауда бағыттарының тұрақтылығы мен энергия нарықтарының қауіпсіздігіне қатысты бірнеше мәлімдеме жасады. Сонымен қатар орталық банк өкілдері инфляциямен күрес әлі аяқталмағанын бірнеше рет атап өтті. Бұл мәлімдемелер нарыққа мөлшерлемелердің жоғары деңгейі біраз уақыт сақталуы мүмкін деген ойды тағы да еске салды. Осылайша бүгінгі күннің басты қорытындысы өте қарапайым, нарықтай толықты ФРЖ шешіміне тәуелді болып отыр. Егер реттеуші қатаң риторика ұстанса, доллар күшейіп, алтын мен тәуекелі жоғары активтер қысымға ұшырауы мүмкін, ал жұмсақ мәлімдемелер қор нарықтарына, еуроға, фунтқа және бағалы металдарға қолдау көрсетуі ықтимал. Сондықтан алдағы 24 сағат маусым айының қалған бөлігіндегі нарық трендтерінің бағытына анықтауын әбден мүмкін. Осымен бүгінгі кішігірім брифинг өз мәресіне жетуде. Достар, назарларыңызға үлкен рахмет. Және егер Форекс нарығындағы жалпы жаңалықтарды жіберіп алмаймыз дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Telegram, Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар әрине де YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып отырыңыздар. Келесі кездескенше сау